Абырай бала мектеп ашты. Үлкен сонда кетті. Біз оқымасақ та балаларымыз оқысын. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылып, оқығандар көңілге ықылас пен тоқылып. Мал дәулеттің байлығы бір жасасаң жоқ болар, оқымысының байлығы күнден күнге көп болар. Еш жығамақ жоқ болар. Сыйса көйлек үстіңде оқу менен қағылған, сауысқанның тамағы шоқу менен қағылған. Өнер білім бәріне оқу менен қағылған. Надандықтың белгісі еш ақылға жарымас, жайылып жүрген айуандай ақ қараны танымас. Аяқшыл ат арымас, білім деген қарымас. Жөн білмеген надан бір ат қарымас. Ал балалар, бастаймыз ба? Қадірлі қонақтар, қымбатты оқырман қауым. Бүгін ұрпаққа үлгі болар өнегесі мол, сан ғасырлардан бері адам баласының ажырамас досы болып келе жатқан білімнің бұлағы, ғылымның қайнар көзі кітап мерекесі. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші. Ғылым мен техниканың ерекше алға басқан қазіргі кезеңде кітап адамға рухани байлық ретінде де бірден-бір қазына болып қала бермек, одан әрі қолдана бермек. Бүгінгі таңда мектеп кітапханасы оқушылар мен ұстаздар үшін, ауыл тұрғындары үшін бірден-бір рухани азық алатын орын болып отыр. Сол кітапханамыздың қорын молайту, оқырмандар санын арттыру және жастар арасында кітап оқуды насихаттау мақсатында өткізгелі отырған мектепке кітап сыйла іс-шарасына қош келдіңіздер. Кітап адамзат ақыл ойының, інжу маржанын ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп беретін ғажайып құрал. Республика бойынша өткізіліп келе жатқан оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектебімізде біршама игілікті істер атқарылып, жас буынды кітап оқуға баулу, кітапқа жанашыр болуға үйрету бағытында тұрақты іс-шаралар атқарылып келе жатыр. Ендеше алғашқы сөз кезегі Сауран жалпы ортақ мектеп директоры Қаражанова Гүлбағила баяныңызына беріледі. Қайырлы күн, қонақтар. Сауран аудан адами әлеуетті дамыту бөлімімен ұйымдастырылып отырған кітапханаға кітап сыйла акциясына қош келдіңіздер. Бүгін мінекей біздің мектебімізде үлкен мереке. Мереке деп отырған себебіміз келе жатқан қонақтарымыз жас ұрпаққа рухани байлық беру үшін істеп жатқан, ерен еңбек атқарып жатқан ұлағатты профессорлар, ұстаздар, білім әлемінен сусындаған үлкен азаматтар болса, біреулері сол рухани қазынаны сақтап, келесі ұрпаққа үгіт насихат жүргізіп отырған бүгінгі біздің кітапханашыларымыз. Мектепке қош келдіңіздер. Жақсы кітап ақылды адаммен сөйлескеннен бірдей дейді. Бүгінгі таңда қазір көпшілік жастар кітаппен емес компьютердің қолына кіріп кеткен. Бірақ дегенмен де келешекте кітап оқыған адам компьютерлік әлемді басқарады. Сондықтан да кітаптың құны мәңгілік жойылмайды. Кітап оқу, кітапхананы қолдау бұл қазіргі таңдағы басты міндеттердің бірі болып отыр. Осы міндетті жүзеге асыру мақсатындағы ұйымдастырылып отырған бүгінгі акциямыз жақсы өтеді деп сіздердің қоржындарыңызға үлкен бір тәжірибе салады деп сенеміз. Сіздерге үлкен рахмет. Қабыл болсаңыз.
де мен естігем. Бұл кісі Алима Пашанова деген кісі мынау жастардың жанашыры. Мен естуім көп та бұл кісі туралы. Сондай мейірімді, яғни қазақтың қызына тән бүкіл қасиеттер осы Алима апайларыңыздың, аналарыңыздың бойынан табылады. Әртүрлі желілерден оқимын, бір таныстар сол кісімен де ойлап едім. Бүгін ыңғайы келіп отыр. Алдыңғы ұрпақтың артқа ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік дегеннен Хамит Мүсірепов. Кітап таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Ендеше келесі сөз кезегі бүгінгі жиынымыздың құрметті қонақтары, облыстық халықаралық қазақ тілі қоғамының төрағасы Бақытжан Сүлейменұлы мен Қазақстан педагогикалық академиясының профессоры, журналист, халықаралық жазушылар одағының мүшесі, шахмат нұсқаушысы Пашанова Алима Сүннетілләқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі Сауран ауданына келіп отқан қонақтар, қаламыздың құрметті ағалары, ақындары, сайлауқандай. Бүгін өте бір қуанышты кездесудің куәсі болып отырмын. Өзімнің әріптестерім залқы отырған бүкіл саналы ғұмырын кітапқа бағыштаған жандар отыр. Өзіміздің керемет маманымыз Жанна ханымды көргеніне өте қуаныштымын. Мектеп бұл қасиетті мекен. Сондықтан ғана акциямен жаныма таныс, өйткені 40 жыл бойы кітапханада еңбек етіп жүрген жанның бірімін. Бүгін біз жалғыз өзіміз келмедік, бірақ адам өмір бойы оқысын, өмір бойы даму керек дейді. Қазіргі таңда зейнетке шыққаннан кейін осы бәрімізге таныс бұрыннан қоғамымыздағы бар үлкен бір қоғамның, қазақ тілі қоғамының төрағасы орынбасары болып қызмет етіп жатырмын. Бүгін сіздердің мектептеріңізге бүкіл өмірін тілге бағыштаған, қазақ тіліне, қазақ еліне бағыштаған Түркістанымыздың аты азаматы, Түркістан қаласының құрметті азаматы Бақытжан Сүлейменұлы өзі арнайы келіп отыр. Бақытжанға өткен жылы наурыз айынан бастап қазақ тілі қоғамы халықаралық статусқа ие болды. Халықаралық қазақ тілі қоғамының Түркістан филиалының төрағасы болып қазір еңбек етіп, жаңа Қазақстанда қазақ тілі де жаңа тұсынан жұмыс бастап жатқан жағдай бар. Сондықтан Бақытжан ағай бүгін өзі құр келген жоқ, арнайы осы кітап акциясы болғаннан кейін, мектеп болғаннан кейін бұл біздің жанашырларымыз, тіл жанашырларымыз. Сол тіл жанашырларының тіл күрескерлеріне насихаттайық деген жағдайымыз бар. Сондықтан да бүгін кереметте акциялығына Бақытжан ағай өзі бір тілегін айтып, марапатын берсе. Мен де жаңа Серуар айтқандай, өмірге өзімнің керегім бәрін кітапханадан алдым, кітаптан алдым. Қазіргі таңда бірнеше кітаптарымыз жарық көріп жатыр. Құдай қаласа келесі жылы мектептеріңізге шахмат әліппесі деген кітап барлық мектепке таратылады. Ол білім және ғылым министрлігінің сараптауынан өтті биыл. Енді сол шахмат әлемінде біраз еңбектенген жағдайым бар. Біздің қаламызда керемет бір Жұмабұлаев Қуанышбек деген ағай бар, таныстырыңыздар керек. Ол кісі МГУ-дың студенті Асқар Жұмабұлаевтың бауыры болып келеді. Шахмат үйретуші. Сол кісімен жазған бір кітабымыз. Сосын қазақ, өзбек, ағылшын тіліне аударылған шахмат туралы еңбек. Одан кейін кітапханашылар жақсы біледі, тас қоғамда ұйым болып дүние таланттар деген одақ бар. Осы Сауранда да сіздердің мықты өлеңге, әдебиетке жақын шәкірттеріңіз болса, немесе өздеріңіз болса, осы одаққа кіріп, шығармаларыңызды кітап етіп жариялап береді. Осы кітаптың ішінде бірнеше түркістандық оқушыларының өзінің мақалалары бар. Енді бүгінгі акцияға қосқан үлесімді білемін. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін.
кітап оқуды тыйылмай, кітап оқуды насихаттай берейік. Әлгіге бір шетелдің ғалым айтқан екен, егер уақытпен санасатын болса, ең жоғары айлық кітапханашыға төленетін еді. Көп үйрене бермейтін, көп жұмысты талап ететін, бірақ аз ғана жалақы төленетін кітапханашы мамандары жаңа Қазақстанда мәртебесі арта берсін деймін. Жаңа Қазақстанда руханиятты көтермей, біздің еліміз дамымайды, сондықтан да бүгінгі акция жалғасын таба берсін, барлықтарымыздың кітапханамызда ойлы оқырмандарымыз көп болсын, жақсылықта кездесейік. Ассалаумағалейкум, аса қадірлі көпшілік, аса қадірлі ұлағатты ұстаздар, ұлт қайраткерлері. Мынау бүгін үлкен дүние, үлкен бастама екен, жақсы нәрсе, кітап оқу деген кітап. Сыйлық баяғыда ең үлкен сыйлық кітап дейтінбіз. Ең үлкен құрмет кітапты оқуды. Ең үлкен төзім бұл кітапты жазу. Қаншама төзімін, сабырын, бар бойындағы нәрін сығып берген Сейдулла ағайлар. Сіздерге бір қошемет болсын. Рахмет, Алла разы болсын. 3 күндік жолдың соңғы күніне бала шәкірт барып күндізін артқанда түспесте өзге жүргіншілерден оқ бойы алды отырған кейде өзіне таныс көкүйірі мен тақырбақ сияқты қоныс құдықтардың тұс-тұсына келгенде бала шәкірт астындағы жарнау құлас естісін ағызып қалады. Ақтадылар Байтас пен Жорға Жұмабай деп басталғаннан бастап Абай жолына сүңгіргенсің. Қандай керемет суретпен. Тура осы кітапты оқып тұрғанда өзі Абай болып аласың ғой. Өзің сезінесің, өзің сол боласың. Кітапты оқу деген мәселе біз оқимыз, айтпаймыз. Адамның есте сақтау қабілетін кітап оқу арқылы келтіруге болады деген. Оқу арқылы келтіруге болады деген. Иә? Егер оны ешкімге айтпайтын болсаң, ол өзінен жойып кетпей ме тұрған жерде? Есте сақтау қабілеті деген оқыған нәрсені екінші адамға айтып беру, мазмұн сұрау деген сода. Бүгінгі сабақта мазмұн айту дейді, сол айту арқылы сіздің тіліңіз, ойыңыз өрістеп, және сол айту арқылы сіздің есте сақтау қабілетіңізді мәңгі сақтау. Ол оқылған қалташқа келіп түсті оқыған. Одан кейін бар бұл мұрағатқа айту арқылы түсті. Сол мұрағатта сақталады. Оны екінші, үшінші, төртінші адамға айту арқылы сіз дами бересіз. Мен осы Абай жолын қашан мен айттым ғой. Бала кезде оқыған, содан сақталады. Сейдулла айтады, оқушы кезде, осы кезде оқыған білім сенің маңдай басында қалады. Ең үлкен қор осы кезде. Ұстаз сенің бейнең ғой. Қазіргі тұрған мына жердегі ұлт тұлғаларын, қайраткерлерін көріп қуанып тұрмын. Ал біз қайраткерлерді де оқытып жүрміз ғой. Бірақ әр ұстаз өзін сол қайраткер сезінеді. Әр тұрған адам бүгінгі Мағжан Жұмабай, бүгінгі Ахмет Байтұрсынов, бүгінгі Сәкен Сейфуллин, бүгінгі Тұрар Рысқұлов,
осы мектепке күнде ұстаз болып келіп жатқан адамдар сол кісілердің орнында жүрген адамдар қазір. Сол кісілердің кешегі күресін жалғастырушылар. Болмыс пен ұлттық рухты қалыптастыру үшін 2 жыл күресіп келе жатқан бір дүние апта мен айдың атын қазақша айтумен әлі күресіп. Біреу пятница десе миыма тақырып таяқ дегендей. Қасиет жұма. Апта мен айды әлі орысша айтады. Мейлі басқасын айтсыншы, сонымен күресуге болады. Сол арқылы жай адам дами бастайды. Мынау дүние неге айналып барады? Соқ төбеде қасіреттің бораны, хош бол халқым, талайларды талғамастан жалмайтын ашылықтар зұлымдықты барады. Хош бол едім, менің көзіммен біргені, сендер барда қайтар төбе бір кегім туған жердің ауасынан іздесін. Мен іздесе кәндегі. Әкетсе де тағдыр мойның бұрғызбай, мен кетермін тамырымды жұлғызбай, қалса дағы тәнім топырақ астында, жанымды аспанымда жұлғызбай. Сендер менен бақыттымен бірдесіп, мен тұрармын сол биіктен тілдесіп, ар намысым жан дауысым шықырар сонау келер ғасырлармен үндесіп. Ең соңғы айтарым, адамның қарасы емес, судың да сұрауы бар. Ей ұрпақтар, қағаздан жасалған бомбалар мен, біздерді жансатқан жалақорлар мен мансапқорлар, сендердің де қашқылар. Көріп де танып де таптай біле оларды, ондайларға ешқандай кешірім болмасын. Ол үшін сонау қан сасыған қара тоңдардың беті ашылмай қалмасын. Сендерге сол аманат етса кетсе. Қоштас, қызыл вагоннан аяғы қалт-құлт етіп өзіне берілген, жеуге берілген нанын қол ұшымен қойнына тығып, нан деп айта алмай аузы жыбырлап, терісі сүйегіне жабысып жатқан қазақтарды жүрегімен зорға көтеріп, қолына берген нанын аузына жеткізе алмай өліп кеткен қазақтарын көрген уақытта қан жылап тұрып осыны жазып қоштасып кеткен Сәкен Сейфуллин орнында сіздер жүрсіздер. Қазір бірдеңе айтып, ұрпаққа бір нәрсені сіңіре алмау, мен қазақпын деп қасқайып тұра алмаудың өзі ол кісілердің сол кездегі қан сасыған қара топырақтың астын ашыңдар деп кетті ғой. Соны аша алмай, соның астында тоң болып қатып жатқан рухын жібітіп, жер бетіне шығара алмау біздің адамымызға жатпайды. Жеген нанын да ақтай алмай, жұтқан демін да ақтай алмаған мен. Ол рас. Сейдулла ағамызды көріп отыр, қуанып. Әлима апайдың қаншама жас ақындарды шығарып, тоқтырыңдар іштегі. Қайтып айналдырып алып келіп, Сәкенді айтқым келеді. Қайтып айналдырып алып келіп, кімді айтқым келеді? Мәдиба апай. Күрес. Бір ғана Мәдиді ешкім ұстай алмады. Ұстай алмады. Апарда қазақтың қабаттысы тасын түн өзі. Өз басын ойлаған жоқ. Әлгі қыздың жанын сақтап қалу үшін, аман алып қалу үшін өзі берді. Бір қыз үшін, ал бүкіл ұлт үшін басын бәйгеге тігенді қайда. Кейде
қиналып кетесіз ғой әлі. Рас па? Қиналып кететін дүниелер бар. Сіздің бүгінгі алып келіп кітапты оқы деп тұрғаныма қуаныппын. Осы кітапты оқымасақ, біз бұны білмейміз. Біз оны танымаймыз. Мен Әлжаппар Әбішев деген кісінің әруағына мыңда бір рахмет етемін. Сәкенді Мәдиді жазған кезде, ол кісілердің кітабын жастан бір парағын бір сарағат оқыған кезде, қайта жылап, күтіп батып кетіп, әріптен көрмей қалса да оқи беретін кітаптарын мен әлі күнге дейін ұмытпаймын. Қойшы баласы, түс аттан қойын қашан келіп, қамап қойғанбыз. Көзін көрмей қалмай түс үшін. Ананы қимай оқиып, жылап қойғанбыз. Ал оны оқымасаң, Мәдиді білмесең, Сәкенді танымасаң, Шерхан Нұртазы Қызыл Жебе Тұрардың рухына табына алмасаң, мен қазақпын деп айту бекерші. Бекер. Өтірік өмір сүріп жүрген мен білдей. Бір ғана мектепке кіріп қазақ әдебиетінен сабаққа кіріп, мұғалім болып кіріп алғым келеді кейде. Осылай деп оқушылармен жұмыс жасағым келеді. Өйткені бұл кісілер шындық қойып жашты. Буыны қатаймаған, бекіп келе жатқан, болмысын құрап келе жатқан, үстінде әкімшілік басқа қоғамнан гөрі мектеп деген ең таза жер. Тұтынық жер. Ей, солақай саясат, қазақты итте талаттың. Аштықта күнін қараттың, кең байтақ асыл байлығын, оңды да сақ солды жараттың, арысынады қалғанын ит жеткен жерге тараттың, абақты менен айдауды атысын тартты азаттың. Аллаға шүкір бұл күнде жалмауыздықтан азатпын, көкесін таба дегенде намыстанадым, қазақпын. Ей, салақай саясат, жағадан алып жан сөктің, кедейін тектіден қан төктің, жегілген жоқпыз біз бірақ асқақ рухыма. Көк байрағымды тік ұстап, менің елім деп әндеттім, мен қазақпын деп сөйлеуге арыстар үшін ант еттім. Мен бұлай ант етілмедім, ант етпесте. Егер ол кісілерді оқымасам, соны бойыма сіңіре алмасам, қазақ рухын тұнығынан сіңіре алмасам, мен бұлай айтпас едім. Мен шақалап келеткен оқушыларға ұстап тұрған адамның туралы не білесің? Қайсысын оқыдың? Қайсысы деп келе жатқаным сол. Аты жөнімен туған күнім біледі, Аллаға шүкір. Бір қыз Абайдың өлеңін оқыды. Аллаға шүкір, рахмет. Шығарманы қашан білеміз сонда? Қашан меңгереміз? Қашан балалар өзін абай сезді? Киноны көресіңдер ғой, көріңдер, бірақ басты рөлде бола алмайсыңдар. Қанша кино көрсеңдер, басты рөлде сезіне алмайсыңдар. Махаббат қызық молшылар, басталып кіргеннен өзіңді ер болып сезінесің. Есікті ашқа қобалжығанда сен де қобалжисың, жауып қаласың бірден. Ер болып Бектайға ғашық боласың. Рас қой, Абай болып, Оспан болып, қаншама қылыққа, қаншама дүниеге енесің. Абай болып ойланасың, толғанасың, Құнанбай болып ашуланасың. Ол сенің болмысың, рухың соған кітап арқылы енбейсің. Сол кезде ғана, кітап оқыған кезде ғана сен өзің басты кейіпкерсің. Менің атым Қожа. Не деп тұр кітап? Менің атым Қожа деп тұр. Бірінші, мен бірден қожа болуға керек. Мен. Қара көше,
Өзі содан басталып сіз қожасыз. Қожа болып, әкең соғыстан келмеген, анаңды түсінесің, сұлтанға ересің, өзіңнің ойыңды сіңіре бастайсың. Тұлға бола бастайсың. Рас қой. Кітапты сыйламау керек. Сыйлап қоя салмау керек. Кітапты қалай оқу керек, мәселе сонда. Кім қалай оқыды? Кім не түсінді? Сәкенді оқып, Сәкен бола алды ма? Мағжанды оқып, мен Мағжанмын деп айта ала ма? Сода ғой мәселе. Соны сезді көзден мөлт етіп жас кетті ма? Оқып келе жатқан баланың айғайлап ішіндегісін шығара алмай тұрғанын сезді ме? Сол баланың бірден шығарды. Содан шықпаса, онда оны ішінен шығады. Нендей баланы абай жолын оқытып отырып, абай қалып жіберуге болады ғой. Бұл ғой. Болмасаң да ұқсап бақ. Сүкінемен суғай сөйлесе берсең, қызық. Соны тақырыпқа әңгіме қылсаң, қылықтарын айтсаң, мұңына батсаң, ол бала соны түсіне береді ғой. Ей, өлең, сен шын екенсің. Шын екенсің. Танысың бар, тіпті екенсің. Мен сені бір бөлшегім санап жүрсем, көктегі періштенің үні екенсің. Жолды қайғаламда, әйтеуір ғадауат жоқ айналамда, өтінен шынайы бол, қазіргідей дейде пайдаланба. Қанатына отырып көрмекті, жүректі, мерекетті, төсімді тауыстырып, ғашықты қауыштырып, барлығын жасағанда не керектің бақ шіркін, етінің асты емесің. Ей, өлең, сен тірекенсің. Тірекенсің. Мен білетін пірлердің тірекенсің. Өлді деуге келмейтін ақындарда арқаңа алып ұшып жүргенсің. Ей, өлең, сен тірекенсің. Әр өлеңнің артында атып отырғанын ұмытпаңыздар. Шерхан Әлібек, композитор, қобызшы, термеші, ұлттың рухын қозғап жүрген азамат. Кеше ғана екі термесі Түркістан облыстық термешілік кітабына енді. Жалпы, Шераға сөз сізге берейін. Ассалаумағалейкум, құрметті де қадірлі қонақтар, аяулы ағалар, аналар, достар, оқушылар. Әлемде бүгін керемет кеш болып жатыр ғой. Мынау ағаларымыздың әрбір айтқан әңгімесінің өзі адамға ой салып жатыр. Мынау жаңағы Сәкеннің қосылған ойы, ол бізде кеше қойшының баласы болып өстік қой. Содан бастайын деп тұрмын. Мектепке бір күн барсақ, 10 күн бармаймыз, ол рас солай өстік. Бірақ сонда да қолымыздан әдеби кітап түскен жоқ қой. Анау жаңағы Мағжан Жұмабаевтың батыр баяны ағамыз айтпақшы. Сонша жүрегімнің түбінде терең бойда, абайға кеттім ғой. Жүрегіммен сағымын жаралыға, сұм өмір абақты ғой саналыға, қызыл тіл кісендеуді қолым емес, сондықтан жаным күйіп жанады да, ертегі ұмытпайма бағаны да, сөз секір жазбай мекен жараны да, ақында бір бала ғой айман болған, еркімен өзі ұтқа барады да,
ойланды көңіренді толғайдағын күрсініп көзіне жас алады да, ақында адамзатта дос болмайды, жалғыз-ақ сырын сөйлер қаламына дейді. Ары қарай ана пайыма кете береді. Бір ғана ардақты, әруақты Мағжан атамыздың жазған сол батыр баянында күллі қазақтың тағдыры жатыр, көрсеңіз. Болмысы жатыр. Күллі қазақтың батыры жатыр поэманың ішінде. Соның бәрін келтіргені, жоңғарларды қуып шыққаны, жаңағы бейқанайды мынау жау басынып бара жатыр. Енді не істейміз? Қашан шабуыл жасайды? Жауды елімізден қашан қуып шығарамыз дегенде Абылай ханның айтатыны жаңағы осында жаңағы батыр баян жоқ. Батырдың баянның батырлығы алашқаян, баянсыз құшағымды қалай жаям, қалың топ тым-тырыс боп тұрған жаққа кіріп келді қанды батыр баян дейді. Суреттеуі, ақынның ойы, қиялының жүйріктігі. Сөйтіп келіп ақырында сол батыр баянның өмірден өткенде көз жасымыз, көл болып жылауымыз, сол ақынды жоқтауы. Сөйтіп тұрып, қалай рух береді адамға. Ерлерді ұмытса да ел ұмытпас, ел ұмытса сел ұмытпас. Осы кетіреді аяқ жағында. Сол жаңағы Сәкеннің сөзін қайта жандандырып жатқаным ғой. Еске түсіп жатыр сол балалық өмір. Жаңағы ағамыз айтпақшы, сол балалық кездегі оқыған кітап тұр. Жаңағы мәдениет саласында жұмыс істейміз қазір. Қолымызға пара шықсақ, болмайды. Біз құртамыз ана шара. Ол шарада тапжылмай, бір қағазға қарамай, ойға қорытып алып, ойға сіңіріп алып, барлық оқығаныңыз, жиған тергеніңізді ақтарып шығарыңыз керек. Сол шарана тамаша өткізу керек. Көргендеу керек, суреттеу керек. Бір әнші шығайын деп жатса, сол әншінің өзін құрметтеп, оның қадір-қасиетін артықтап, ел сыйлаған, елге жасап жатқан еңбегін айтып жеткізіп барып, сахнаға шығару керек. Осының бәрі осы ғажайып, ғибратты, өмір беретін, адамның жүрегіне нұр құятын кітаптың арқасы деп білемін. Осының бәрі кітаптың арқасы. Абай атамыздың өлеңін жаттатты жастайымызда. Жас қартаймақ, жоқ болмақ, туған өлмек, тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек. Басқан із көрген қызық артта қалар, бір құдайдан басқаның бір өзгермек. Ай үшін бүгін жолда сынатқанда, ол көтер бастан жыған есайғанда, мына менің қай жерім аяулы деп, кім болса басатын туғанды. Әсіресе атамыз тәрбиелеп отыр. Мына өлеңін жаттап алып, жүрегіне тұмар қылып, қой осы өлеңді. Осы өлеңмен өмір сүр. Сенбе жұртқа тұрса да, қанша мақтап әуретеді ішіне болсақ та, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтар. Бұл сенің тұмарың, өмір бойы осы өлеңді ұмытпа. Өзіңе сен, еңбегіңе сен, бітіміңе сен. Ешқашан жұмыс іздеме деп тәрбиеледі. Ешқашан жұмыс іздеме, жұмыс сен іздесін. Заманында болып өт, бұл жорғадай желіп өт. Болмасында білген соң, болған ердің ұзын жек. Тәтті менен дәмдіні, қолында пұлы бар жейді, жар басында жантақты жаны кешкен нар жейді деп тәрбиеледі бізді. Кітап оқымауымызға болмады. Атамыз малшы болып жүрсе де, мынау Созақтан шыққан төбе. Сонда қабырға газет шығарады екен. Халық арасында сол әріп танымайтын адамдардың сауатына жа деген, сөйтіп соғыстағы жағдайда, соғыстың заманы қояды. Қабырға газетін шығарып, іледі екен. Сонда сол сауаттылығы болса керек, бір ғана әдебиет емес, математиканы да, түрлі ғылымның саналуын түрлерін, астрономияны да терең меңгерді. Сол жүрген жерімізде біз айтып көреміз, атамыздың бізге білімі қонбады, тек қана өнері қонды дейміз. Өйткені осының айта алмаймын. Пәленбай жаңағы есептер жырда менің бір қарындасым тартты, ол кісі мектептің кезінде өзі туған қарындасым. Қанша пәннен барғанын білмей, қазір 60-қа үйде ол жетеді, бірақ соның пәні бар ішінде. Барған жерінде. Барша екінші орындары ғана бар, сол қарындасымызға ғана білім дарыда. Бұл жерде мынау кітапты сыйлау, кітаптың ішіндегі дүниелерді бойға сіңіру, жақсы қасиет. Айналайын балдар, қыздар, мынау болашақ сіздердікі, айтылған ағаларыңыз, көкелеріңіз. Мынау жалған сөз көп қой, әшейін ұран көп бізде. Рас ол, елдің арасында. Үйтіп атымыз, жаңа Қазақстан алға туымен мақтанам дейді.
бірақ ол үйінде қандай екен тәрбиесі. Мен үлкен дүниеге перзенттен қыз бала көрдім, қыз бала деді. Сонда менің анау бір әнім, Нұр сезім деген әнім, Шаншардағы Жұлдызай деген әпкеміз орындап жатқан Қазақстанда. Сол әннің құрметіне, өзімнің шығын әнімнің бір құрметіне де Нұр сезімді қояйын деп, Нұр сезімді қойдым. Ал енді сол қызға мен көке деп айтсайын десем, айтпай папа деп. Еш үйрету өте қиын болды өз басында. Айналып папа дейді. Жоқ папа деп, көке деп айт, ана деп айт, апа деп айт деп, зорға үйреттім үлкен қызыма. Одан кейінгілері соған қарап бәрі көке, апа, анашым, әке деп солай үйренді да. Қиын екен жағы. Сол себебін отбасынан бастаса, ата-анамыз ғой бәріміз. Мына ұрпақ, айналайын, мына ұрпақ болашақ сіздердің қолдарыңызда. Ана 5 ғасыр жырлайды деген кітап бар, 7 ғасырға осы ма? Жаңа Асан Қайғы бабаларымыз жасайды ғой, құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күндірі ақтан берділер бір кеше жаудың басында, күндір кісінеді күреңдіңдерге келбіз, күдерден күдерден баудағып күрегіге мекенбіз, ор қояндай жүгіртіп, аш күзелей бүгілтіп, жолбарыстай шұбарды қамдап бірмеден мекенбіз, сол шұбарды мінген соң, қоңыраулы найзақ қолға алып, қоңыр салқын креске алып, қол дөңгерер мекенбіз деп, осы тәуелсіздікті Ақтанберді бабамыз керемет айтып кеткен ғой. Жырлап болашағын болжап кеткен. Сол болды ғой. Соған келдік, шеттік, Аллаға шүкір міне. Енді осы тәуелсіздіктің куәсі бізбіз. Бабалардың үлкен аманатына қиянат жасамауымыз керек. Сол себептен енді бізге деген артылған жүк өте ауыр. Осынау балдар, қыздар, сендер көбірек болсаңдар, болашақ сіздер келе барыңыздар. Ақтанберді бабамыз сөйтіп жырлап кетті. Иә, жаңағы сол 5 ғасыр жырлайды деген кітап оларға себеп жоқ. Мал бағып келемізде киіз үйдің ішінде кәрілерге балауыз шамды айналып жатып, кезек-кезек оқып жаттайтын еді. Соны тек оқымай жаттаңдар, сондай батыр болып өсесіңдер. Атты қалай басып тұр? Аттың бүкіл ер тұрманын қолымен жасап сөйтіп өсті. Соның арқасында, сол кітаптың арқасында қазір рахаттанып мән жеп жүріп деп ойлаймын. Жаңа жұмыс іздеме дегенге қайтып қойшы. Жұмыс көп, жан-жақтан шақырып отырмыз. Мына жерге келші жұмыс, мына жерге келші. Мен барар едім жұмысқа дейді, чемпионы жоқ болса дейді. Бірақ бізде тәрбие қандай? Біреуге 1 тиын ақша берсең, біреуден 1 тиын пара алсаң, төрде жатып кешірмейді деп тәрбиелейміз. Мен сонымен кетемін. Сол тәрбие біздің атамыздың өсиеті болды, қиындау. Мен сол бір жерлерге бастық болып барып, соған болып тұрмын. Манасында. Сол себептен бір жаңа Қазақстан деп атамыз ғой, сол жаңа Қазақстанда сол бір параны құртатын. Жүзі болмаса азайтатын. Сондай бір дүние жасау керек. Жастар, сіздер әрқайсыңыз өнертапқыш болғаныңыз керек. Соған талпыну керек. Кәдімгі қазақтың қамшысын жасау. Көп қазақтың балдарының қолдан келе ме? Қолдан сол қазір қызыға ма? Жүгенді қалай жасау керек? Өкінішке орай біз жаңа телефонға беріп кетіп барамыз ғой. Телефонға хат берді. Рас, менің де қазір 40% өмірім осы телефонға өтіп кетті. 80% өнер ойлайын деп уәде бергенмін. Сонда ғана өнерпаз боламын. Ойлаған ғой, ән жазу деген бір оңай дүние екен деп. Ән жазып жүрген деп жаза беремін ғой десем, ол өте үлкен сауат, өте үлкен ізденіс, ой философия керек екен оған. Бір осы Сауранға кеше ән жазу үшін не деген қиналып мені сайлауға жолан жаңағы ортаға шығып өлең оқыған бауырымыз ағамыз қанша күн соның мәтіннің өзін 4 мәрте ма 5 мәрте жазыппыз өзгертіп. Мына жері қосылмай қалды, мынадан мына ойы жақсы деген сияқты. Сол себептен ол да бір машина ойлап шығарған сияқты дүние ғой. Рухани дүние ғой, рухани байлық қой адамға. Сол себептен әрбір шығарған дүниеміз саналы болса, сапалы болса, халыққа рухани азық берсе, одан асқан бақыт жоқ шығар. Мынау енді келешек ұрпақ, ұстаздарға артылған міндет жүк өте ауыр ғой. Сіздерге қиын білеміз. Бізде сеніп, ұрпағымызды, балдарымызды сіздерге беріп отырмыз. Үйге келгенде сұрап отырамыз, неге жаттамайсың осы деді. Үлгере алмайын деп, телефонға қарайды жаңағы. Телефонға қарамай деп ұрсамыз жаңа. Телефон қарама, одан ана бір кітапты оқып соны айтып бер, ішіндегі өлеңін жаттап айтып бер, ана оқиғаның ішіне кір. Мінекей, сондай қоғам сондай болып тұр.
бір мектепте де бір осындай кездесуге шақырды. Біз ұрпаққа не беріп жатырмыз деген тақырып сол жобада, сондай мақсатта. Өкінішке орай көріп жатқан киноларымыздың сәл қиындау болып тұр. Қоғамымызда қиындығы көп. Біз алып шығатын бір жол бар ғой, саналы жол сол кітап. Кітапқа ғибратты жол, ұлылардың жолы сол. Бұл солау дейді, нағыз. Сенбе жұртқа абайдың өніне айтып болсақ, қаншама кітап әуретеді, осы дос жаңылсырмайтын адамды адам етіп қалыптастыратын кітап ол. Әлемде мынау домбыра қалай? Айта берсек, оймен әңгіме көп. Мынау Ербол деген бауырымыз отыр осында, ерекең. Осы мектепте мұғалім болып жұмыс істеген, бір бойына өнер сыйған өте талант азамат, бір оқығанбыз. Құдай қаласа, жаңағы ән айтып жатқан жігіттерде мынау үлкен, Сауранның үлкен шараларына қосуға болады. Ал енді уақыт алғаныкі. Қыздар мен ұлдар енді сіздерге ойлайсыз. Бәрімізге де солай. Уақыт мен де өкінемін. Уақытым дұрыс өтпей жатыр. Жаза алмай жатырмын дейді. Құр бір кейде ән салып жүрмін, өмірім өтіп барады. Менің жұмысым ән салу емес. Менің жұмысым керемет бір дүние жазып, елдің рухын көтеретін ән жазып жастарға беру. Соны жасай алмай жатырмын ау. Құр мақтан көп болып кетіп жатыр ау деп жүрген жерім. Сондай бір жаңа кешегі термелеріміз енді тек сөзін көресі дегенде, жаңа сайлаухан ағамыздың уақыт өлшемі деген бір өлеңі бар. Осы дала мектебі деген өзі кітабы жарық көрді. Керемет, қазір осы сыйға тартатын шығар. Дала мектебі десе дала мектебі қазақтың ұлттық болмысы кәдімгі ішінде. Қазақтың құндылығы. Тіл деген ол негізгі құрал, бастауы. Ар жағында қанша құндылық жатыр ғой. Сол себептен мынау осы терменің ішінде телефон да бар. Уақыт өлшемі деген сол себептен баршамыз мынау қазақ елінің тәуелсіздігін нығайтып, уақытымызды ұтымды пайдаланайық деген оймен осы уақыт өлшемі. Мақамы менікі, өлеңі осы сайлаухан Жомант бауырымызды. Кесірдің дәмін көріп
қандай жақсы. Біреу бақытын баға алмасын, біреу өз отын жаға алмасын. Дұрыс өмір сүріңдер аналардың, әр толғағы арамғай саналмасын. Дүниелік ойламай бақытыңды, адалдық адамдықтың қапысынды. Телефонға телміріп тек өткізген, есептеп көр ессіздеу уақытыңды. Телефонға телміріп тек өткізген, есептеп көр ессіздеу уақытыңды. Көптеу кітапқа жұмыс істейік. Мен де сол жалқаудың бірі болып тұрмын. Сәке келсеңізші. Мынау алып келген жаңа кітаптарды оқимын деп алдым, өзім оқи алмадым енді. Балдар оқиды. Мынау Саттарел қойып атамыздың кітабын қайта-қайта оқыдық қой ол. Бұл деген бір керемет ғажап дүние екен. Кеше осының кітаптары. Мынау Өзбекстаннан келген күнде бір ақын кісімен жолыққам. Сол кісінің де кітабын сыйға тартып еді. Ол кітапты алып келдім мен дейді. Туған жерді сүю деген тағы бір кітап бар ішінде. Ойлады мынау ұлттың жанашыры, ардақты біздің ағамыз, ақын ағамыз Нұрмахан Назарбай ағамыздікі. Осы кітаптарымыз сыйға тартайық. Осы құдай қаласа мектептегі жастар оқып жүрсін. Сәкетіне. Бәрекелді сіз ағаның. Мен жаңа екі өлең бердім. Оқып шыққан жастар. Бірінші тыныс белгі туралы. Тыныс белгілер туралы бұл енді мен мектептегі қазақ әдебиетінің қазақ тілі мұғалімдері үшін жаздым. Тыныс белгіні қою арқылы, осыны оқу арқылы тыныс белгі қалай қойылады адамның өмірімен байланыстырдым. Екіншісі импровизаторлық дейді ғой, жалпы логикаға қойдым мынаны. Осыны оқып отырған кезде қай бала дұрыс оқи алады мынаны. Ол да бір жақсы нәрсе. Кім оқиды? Бар ма оқиды адам? Мен оқитын адам бар ма? Бір кітап берем. Белгі қойыңдар. Рахмет. Жалпы осылай оқушылармен де жұмыс жасаған жақсы шығар деп ойладым. Ағыстарға қарсыз көргенмін, жұдырығын желік алай менменмін. Ел жүрегін емдеймін деп соңында өзімде сол жүрекпен емдедім. Ел керемет деп ойлайды сыртымнан, шындық айтып жоғарыға ұмтылған. Күш көрсетіп өз қазағын қуғанда, кімге оба едің рас кім құрбан. Жап дегенмен жабылмайды шекара, көз бадырақ қолын қысса не шара. Халық мұңын сәл болса да тыңдаса, бір байларға келер еді екара. Көріп тұрып майдандарын басқанын, әй қайдам-ау ашулана бастадым. Аузымды жап дегенмен күнірдеу көрсетпейсің өкініштің жастары реңі. Мынады осылай жалғаса берсін бізден кітап қабылыңыздар.